Мен сені шетелге оқуға жібере алам. Бұл сенің Сяобайға берген тәрбиең үшін марапат. Мен шетелде оқысам армандарымды орындай алам, бірақ Сяобайды қайтпекпін. Егер шетелге қазір кетсем, оны енді ешқашан көре алмайым. Қамқорлығыңа рахмет. Екеуміз келісім шартқа қол қойғандықтан, мен осы 2 айда Сяобаймен болғым келеді. Осы 2 айдың ішінде мен ешқайда бара алмаймын. Қалауың білсін. Анашым, сен неге енді ғана оралдың? Бізде кішігірім сынақ болды. Анашым, мен 1-ші орын алдым. Сол үшін қандай марапат алғың келеді? Анашым, сенің бар болғаныңды, үнемі менің жанымда болғаныңды қалайым. Анашым, бүгін менімен ұйықтай аласың ба? Менімен ұйықтамағаныңа көп болды. Солай ғой, сені сағындым. Бүгін мен сенің жаныңда ұйықтаймын. Кеттік. Цзин, мен сенің сөздеріңді жақсылап ойландым. Мен расымен де сенің некеңе араласа алмайым. Алайда, Сяои менің ескі досымның жалғыз немересі. Оған мен үшін көмектес, жарай ма? Оның үстіне екеуің бірге өстіңдер. Мен бәрін орындайым. Уайымдама. Әкетай! Сяобай, саған бір нәрсе айтқым келеді. Гудзицин 5 жасар баламен не жайлы сыбырласып жатыр екен? Сяобай, әкең саған не деді? Әкем маған үлкен жігітсің деді, және мен жалғыз ұйықтауым керек. Анашым, сен әкемнің жанында ұйықтағаның дұрыс болады. Мен жалғыз ұйықтай берейін. Жарай ма? Ол балаға не айтқан? Қайырлы түн, анашым. Сяобайдың дұрыс дамуы үшін осы 2 ай біз бірге ұйықтаймыз.